өтіп барам. Жапан түздегі оқшау әулиенің ағашындай жалғыз қалпыңда тастап барам. Астыңдағы тағыңды кемісіңнен мықты көрме, одан да сыз өтеді. Үстіңдегі ақ ордаңды сауытыңнан мықты көрме, одан да көз өтеді. Жан-жағыңдағы әр қадымнан тараған торпағыңды айбар тұтпа, оларға да сөз өтеді. Қаптаған қалың әскеріңді қалқаныңнан мықты көрме, одан да көз өтеді. Қайбір ыстық суығыңды бір көрпеден еретін әйелің бар. Әр көрпенің астындағы әйел де бір, үйірдегі бие де бір. Сауырындағы сенен көрі, бауырындағы құлыны жақын, содан сақ бол. Көп ұлды кім тауып көріпті? Қартайған шағында кәрі бөлтіріктеріне апанын алдырып, желдің өтінде қалған кәрі бөредей әрі сәрі күнге ұшырамайын десең, көп баланың бірін баулы, көп қатынның бәрінің көңілін табам деп шөре шәре болмай, қадіріңді өткізіп бірін тұтын. Сенің әкең ұлы жалғыз өзің болған соң, ертерек аттан түсіп, билікті саған берді. Ал сенің балаң көп, өз күшіктеріңді өз көзіңше қырылыстырып қоймай, ешқайсына өлі өлгенше таңыңды берме. Тұғырдан түскен соң балалы қатыныңды сағалама, балаларына артқа сүйе, басыңның қадірін кетеді. Баласыз қатынды сағала, балалы әйелдеріңнің алдында баласыздығынан қорғалақтап, өлі өлгенше өзіңді пана тұтып сыйлап өтеді. Анашым, бұл ақылыңызды өлі өлгенше ұмытпаймын. Екінші бөлім, Қызыл алма. Әмірші тақта отырады, қызметші әйел келеді. Кейінірек сөйлесеміз деп айтыңдар. Әмірші сарайында ешкімді көргісі де келмеді. Бәйбішесімен сөйлесуге де зауқы соқпады. Ауыр ойға шомып ұзақ отырды. Бір кезде есік ашылып, қызметші әйел алтын табаққа салып қып-қызыл алмалар әкелді. Әмірші қолынан бір қызыл алманы алып еді, ішінен бұралаңдаған құрт шықты. Ешкімге білдірмей орнына қоя салды. Екінші күні де, үшінші күні де осы жағдай қайталанды. Әбден шыдамы шегіне жеткен әмірші қызметші әйелге былай деп тіл қатты. Бұл алмалар сарай бағында ма? Жоқ әміршім, бұл алмаларды сізге ұлы ханым беріп жіберді. Әмірші ұзақ ойға шомып кетті. Бұл алмаларды не үшін жіберді, не мақсатпен деп терең ойға беріліп кетті. Бір кезде есік ашылып сарайға үйіне басып күшік кіреді. Әмірші, сіз мұнара салтанат жіберді. Ол қамап жастарыңыз ба? Иә. Оның ешқандай жазығы жоқ, еш кінәсі жоқ. Білемін. Иә. Ұлы ханымның кіші ханымның бұл қылығын қалай түсінуге болады? Әлде алманың жайын естіді ме екен? Кіші ханымның бұл қылығын қалай түсінуге болады? Кіші ханымның бұл келісіне қайран қалып ойға шомып кетті. Үшінші бөлім, ұлы әмірші жасасын. Алысып жатқан екеудің қасына хан келгенше олар байқаған жоқ. Екі көзі бірдей соқыр, еңгезердей кеткен мосқал біреу мойнына жабысқан сығыр көз қарады. Шекеден де, тұмсықтан да беріп жүр. Бірақ қара мынаның мойнынан айырылар емес. Бер деймін өзіме, сенің не әкеңнің құны бар бұл алқада? Жібердім, қазір жанды жаһанамға жіберемін. Қара. Тоқтат мына масқараны. Әмірші бұл масқараға шыдай алмады. Күймеден секіріп түсіп, төбелесіп жатқандардың жанына жетіп барды. Сығыр көз қараның оң иығынан қылышпен тартып қалып еді, сығыр қара әміршінің аяғын құшып құлап түсті. О, қайырымды адам, кім боласыз? Анамнан қалған жалғыз алтын алып
Ой, Бақыр, аты жөніңді қайтесің? Аңыздың ақын романындағы сюжетке өткен дәуір оқиғасына арқау болған екен. Ішкі мазмұны махаббат